Армысыздар достар, армысыздар оқырмандарым. Бүгінгі қозғайын деп отқан тақырыбым кейбір кісілердің арасында болатын жағдай, зәр жолдарынан қан шықты, қан аралас болды. Болмаса біреу айтады, спермадан қан аралас шықты деп. Неге байланысты болады, не үшін болады? Осы тоқталып кетеміз, яғни макрогематурия, болмаса гемоспермия деп айтамыз. Бүгінгі тақырыбымыз осы болмақ. Ең алдымен макрогематурияға келетін болсақ, мынау көзге көрінетін зәрде қанның болуы. Ол неге байланысты қан болуы мүмкін зәрде? Осы тоқтасақ. Мынау бір кісілердің жаңағы бүйрек зақымдануына байланысты, бүйректегі тастың пайда болуына байланысты тас орнынан жылжуы мүмкін. Несе тас ауру кезінде тас орнынан жылжитын болса, мочеточниктің, яғни несе бақырдың бойын зақымдау арқылы зәрден қан шығуы мүмкін. Осы кезде, мысалы, бір кісілер айтады, мен приступ болған, одан кейін зәрім қан болды. Яғни бірінші себептер осы болуы мүмкін. Екінші бір себеп, мынау спермадан қан аралас шықты. Ол көп жағдайларда мынау осы бірінші себеп тастың кесірінен болуы мүмкін. Осы мынау везикуланың бойындағы, көк бездің бойындағы тастарға байланысты зақымдану. Екінші, сол везикулалардың бойындағы тамырлардың жарылуы болуы мүмкін. Яғни давление болғаннан кейін сол жерде тамырларда зақымдану болса, қабыну болса, сол жердегі тамырдың әлсіздігіне байланысты ұсақ қан тамырлар жарылу арқылы ұрыққа қан шығып жатады. Енді тағы да бір айта кететін жағдай, бір кісі келеді біздің қабылдауымызға, көзде мен БСМП ауруханасында жұмыс жасап жүрген болатын. Мынау дәріге барам, дәрі отырып болғаннан кейін соңынан қан тамшылайды. Осы мені мазалап жүргенде біраз жыл болды дейді. Әрине бұл жағдайларды мысалы дифференциалды диагноз жасап көру керек. Мүмкін жаңағы қол жолдарындағы қабыну болды ма, мүмкін жаңағы басқа себептер болды ма, әрине көреміз. Ең алдымен біздің қорқатын нәрсеміз бұл жерде рак, яғни рак простаты болуы мүмкін. Сөйтіп бұл кісіні УЗИ-ға түсіреміз, одан кейін ректальный осмотр жасаймыз, яғни тікшек арқылы осы безді басып көрген кезде осы жерден түйін байқалады. Яғни рактың клеткасының не подозрение, яғни болжам, мүмкін осы болуы мүмкін ба деп. Әрине бұл жерде тапсырылатын анализ әрине бірінші кезекте ПСА анализ тапсырылады. Яғни простата специфический антиген, өйткені рак клеткаларының осы қуқасты безіндегі бұл себебін көрсетуі мүмкін, болу деңгейін көрсетуі мүмкін. Егер де ПСА деңгейі өте жоғарылап кететін болса, яғни ракқа тікелей подозрение болады. Сонымен қатар екінші МРТ жасау керек болады. МРТ бұл қуық безінің, қуықтың бойындағы онкологиялық процестерді анықтауға мүмкіндік береді. Одан кейін ол кісіні жаңағы тексеру барысында анықтадық, онкология өкінішке орай анықталды, кейін онкологиялық орталыққа ауыстырдық. Осы сияқты мысалы жас балалардың арасында кездескен жағдайлар бар. Бір кісі болады, менде үнемі осы гемоспермия болып жүр. Бұл жігітті анықтау барысында тексеретсек, бұл жігіттің қуық асты безінде киста бар екен. Яғни кистаның қанау арқылы ол ұрықтың сыртқа шығуы осы қанмен араласып келеді. Әрине өкінішті жағдай, осындай жағдайлардың арасында болатын жігітте кездеседі. Оның алдын алу негізгі мақсаты осы аурудың ерте диагностика жасау керек. Көп жағдайларда бізде өкінішке орай ерте диагностика жасалынбайды. Асқынған кезінде келіп жатады, мысалы. Болмаса жаңағы мүлдем қаралмаған дәрігерге кісілер кездеседі. Сол мақсатта қандай да мысалы адам болсын, ол жылына кем дегенде бір рет медициналық тексеруден өтуі керек. Ол жалпы қан анализін тапсыру мүмкін, ол жалпы зәр анализін тапсыру мүмкін, ол жалпы ультрадыбыстық зерттеуден өтуі мүмкін, іш құрылысын тапсыру мүмкін. Өйткені мынау жасы 40-тан асқан кісілерге осы ПСА анализі өте маңызды. Өйткені рак клеткасы осы қуық безінде өте жай өседі. Жылына 1 миллиметр өседі екен. Ғалымдар зерттеу бойынша жылына 1 миллиметр өсетін онкология осы қуық асты безінде кездеседі. Оның жаңағы кері әсерлері кейін келе осы гематурияға алып келіп жатады, макрогематурияға алып келіп жатады. Ол жердегі клеткалардың зақымдануын өкінішке орай кейбір жағдайларда қалпына келтіре алмайтын жағдай болып жатады. Операцияға түсіп жатады, химиотерапия алып жатады. Әрине оның барлығы мақсатта ешкімнің басына бермесін, ауырмайық достар. Жай ғана мысалы аурудың өзін дұрыс қарайтын болсақ, дұрыс емдейтін болсақ, ол ауруды қайта қалпына келтіру мүмкіндігі өте жоғары болады. Әрине бұл жағдайлармен біз өзіміз районда істеп жүрген кезде мынау
Алматы облысында Борылды ауданында істеп жүрген кезде кездестірдік, көрдік. Мынау ракпен ауырып жатқан кісіге мысалы барып біз операция жасаған болатынбыз. Олардың 4-ші стадиясына кеткен кезде омыртқаға зақымдап, омыртқаны өршиді екен. Оның әсерінен де адам жүре алмай қалып жатады. Әрине оның гематоманың негізгі қаупі бұл жерден зәрдің шықпай қалуы мүмкін. Өйткені тампонада, яғни қуықтың тампонадасы болып жатады. Осы арқылы тампонада болған кезде зәр жүрмей қалады бұл жолына. Әрине оның бәрі әсер етуі мүмкін. Бүйрек жолдарына, ішқұрылыстың қысымының жоғарылауына, адамның өмірден өтіп кетуіне алып келуі мүмкін. Соған байланысты денсаулықтың қадірін әрқашан біле жүрейік, аман болайық. Біздің каналдың дамуына атсалысайық достар. Өзіңіздің ой пікірін жазып кетіңіз, поделиться кнопкасын басып, достарыңызға таратыңыздар. Қоңыраушаны басып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Аман сау болайық. Кездескенше.